Аудиокітап Камшат Бекжігітова «Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт». Өзін өзі бағалау, самооценка. Неғұрлым өзімізді жақсырақ сезінсеңіз, соғұрлым өзіңізді бағалауыңыз жоғары болады. Ал неғұрлым өзіңізді бағалауыңыз жоғары болса, соғұрлым мақсатыңыз биік болады. Неғұрлым мақсатыңыз биік болса, соғұрлым өмірде көптеген жетістікке қол жеткізетін боласыз. Брайан Трейси. Ендеше алғашқы дәптер бұл өзін өзі бағалауға, самооценкаға арналады. Оны ашып, мен қазір сондай бақыттымын және Аллаға айтар алғысым шексіз деп жазыңыз. Содан кейін өмірде нені қалайсыз? Үй болса қандай үй? Қанша бөлмелі? Қай жерде орналасқан? Ауласы, ішіндегі жиһазы, терезелері қайда қараған? Ол үйде кімдермен тұрасыз? Көлік болса маркасы, түсі, іші, жылы қандай? Ақша болса сомасы қанша? Ай сайын ба, күн сайын ба? Жылына ма, нақты қанша ақша? Банктердегі есеп шотыңыз, қандай киім кигіңіз келеді? Адамдармен қандай қарым-қатынас қалайсыз? Денсаулығыңыз, адамдармен қарым-қатынасыңыз, жұмысыңыз, әріптестермен қарым-қатынасыңыз, отбасыңыз, жолдасыңыз, екеуіңіздің қарым-қатынастарыңыз, қандай сыйлық алғыңыз келеді? Қанша балаңыз болған қалайсыз? Ата-анаңызбен, қайын-жұртыңызбен, бауырларыңызбен, көршілеріңізбен қандай қарым-қатынасты қалайсыз? Достарыңыз, кімдермен араласқыңыз келеді? Нақты, конкретно қандай өмірді қалайсыз? Соны толық және осы шақта жазыңыз. Мысалы, мен қазір сондай бақыттымын және Аллаға айтар алғысым шексіз. Менің Алматыда терезесі тауға қараған, бөлмелері жарық, кең 5 бөлмелі 200 шаршы метрлік үйім бар. Ауласы 10 соттық, есік алдында бассейн, бау-бақша бар. Мен үйімде отбасымен тұрам. Балаларымның әрқайсының өз бөлмелері бар. Үйімде спорттық жаттығуларға арналған бөлме бар. Үйім толығымен германиялық жиһазбен жабдықталған. Біз тату-тәтті, бақытты отбасымыз. Жолдасым мені керемет жақсы көреді. Біз бір-бірімізді сыйлаймыз. Біз барлығын ақылдасып шешеміз. Жолдасым маған тосын сый жасап қуантады. Жақсы көреді, біз бір-бірімізді мақтан тұтамыз. Біздің балаларымыз сондай бауырмал, ақылды, білімді. Балаларым өздері қалаған қосымша сабақтарға, спортқа, үйірмелерге қатысуда. Балаларыңыз немен айналысқан қалайсыз? Нақты жазыңыз. Біз үлгілі отбасымыз. Менің 2015 жылға аппақ Toyota Camry 50 автокөлігім бар. Ай сайын жан-жақтан әртүрлі халал жолмен 5 миллион теңге маған бізге оңай және тез келіп жатыр. Барлық банктегі есеп-шоттарым ақшаға толы. Мен өзіме және отбасым қалағандай оңай және тез ала аламын. Біз қаржылай еркіндікте рахаттана өмір сүреміз. Біз отбасымызбен әлемдік маркалы киімдерді киеміз. Ата-анам мен бауырларым үшін мен де қадірлі сүйікті қыздарының, балаларының, мен үйдегілердің мақтанышымын. Ата-енем мені туған қыздарындай жақсы көреді. Олар әрдайым менімен ақылдасып отырады. Көршілерімізбен өте жақсы қарым-қатынастамыз. Менің жеткен жетістігім білімді, ақылды, сенімді достарым өте көп. Менің денім сау, мен күн сайын спортпен айналысамын. Мен білімдімін. Бұл сіздерге түсінікті болу үшін келтірілген мысал қысқаша. Әркім өзінің қалаған қиялындағы өмірді осы шақта шамамен осылай жазсын. Жазғаныңыздың алдындағы 90 күн бойы таңертең кешке көшіріңіз. Қиялыңыз кеңейіп тағы бір нәрселерді қосқыңыз келіп жатса, қосып жазыңыз. Дәптердегіні күн сайын таңертең кешке мүмкіндік тауып дауыстап оқыңыз. Оқығаныңызды диктофонға жазып алып, үй шаруасын жасап жүргенде, сыртта жүргенде тыңдаңыз. Міне осылай күнде қайталап жүргенде ақырындап сіздің бойыңызда керемет қуанышты сезім, эмоция оянады. Осы қуанышты сезім, эмоция бойыңызда пайда болғанда өзіңізге қажетті жазғандарыңызды дауыстап, секіріп, сезініп айтыңыз. Айтып жатқандарыңызға қол жеткізгенде елестетіп, сезініп айтсаңыз мида сенеді. Міне осы кезде сізде қонаққа сенім деген ғажайып сезім келеді. Көңіл күйіңіз керемет болып, басыңызға небір керемет идеялар келіп, әрекеттер жасайтын боласыз. Міндетті түрде әрекет және де үлкен сенім керек. Осыларды 90 күн жазу, оқу қайталаудың себебін және жоғары саны мен түпкі саны дегендерде тағы да мынандай қарапайым мысалдармен түсіндіріп кетейін. Мысалға жазда қандай жеміс жегіңіз келеді? Көктемде сол жемістің бірінші дәнін ұрығын егеміз. Одан кейін күнделікті суғару арқылы сіз кез келген жеміс ағашымен
ең бірінші төмен қарай тамырланады. Содан кейін жақсы күтімнің, яғни арам шөбін жұлу, суғару арқасында белгілі бір уақыт өткенде жемісін береді. Ал енді бар көңіліңізді бөліп жақсы күтім жасаңыз, егін жемісін керемет етіп, күткен уақыттан ертерек беруі мүмкін. Дәл осылай жоғарыда айтқан ақша көп, мен үшін ақша жеткілікті, ақша маған оңай және тез, қалағанымша келіп жатыр. Немесе мен ақылдымын, мен әдемімін, мен өзім жақсы көремін, мен адамдарға оңай және тез тіл табысамын деген сияқты жаңа сөздерді егінде балыңыз, яғни жоғары санаңызда естілген жаңа егінделік. Осы жазғандарыңызды күнделікті қайталау арқылы, аффирмацияларды айту арқылы егінді суғарамыз. Кейбір кісілер жазбай қойсақ болмай ма деп сұрап, уақыт жоқ, үйде жазып отыратын жағдай жоқ, қасында адамдар көп, жұмыста рұқсат жоқ, ата-енем, күйеуім бар, мүмкін емес деген сияқты әртүрлі себептер айтып жатады. Осыған менен сабақ алған қыздың оқиғасын айтып кетейін. Мен де басында солай ойладым. Расында қазақтың қыз-келіншектері үшін жазба жұмыс мүмкін емес шығар. Ата-енесімен тұратын тіпті қинау деп. Ойым қате екен. Себебі бір жолы ата-енесімен бірге тұратын, 2 баласы бар ақтөбелік келіншек менен сабақ алды. Топтағы қыздардың ішінде нағыз жазба жұмыспен айналысқан сол келіншек болды. Сабақ басталғаннан өзімен жұмыс істеуге кірісті, яғни берілген тапсырманы үзбей орындады. Сабаққа қатысуға, үй жұмысын орындауға ол келіншектің үйінде ешқандай мүмкіндік, жағдай тіпті жоқ еді. Яғни ата-ененің бабын табу, күйеуінің жағдайын жасау, бала-шағаның қамы тағы бар. Кешке сабақ басталғанда келіншек балалармен серуенге шығып, телефон арқылы қатысады. Үй жұмысын түсте балаларын ұйықтатуға бөлмесіне кіргенде тығылып жасайды. Барлық тапсырманы жазады. Ақырында жеткен жетістігі керемет. Ол туралы алда жазамын. Барлықтарыңыздың құлақтарыңызға алтын сырға. Сондықтан ниет болса, барлығын жасауға болатын тағы бір дәлел осы. Ал қалғандары сылтау. Ал неге осы шақта жазамыз? Яғни өзімізде жоқ нәрселерді бар сияқты осы шақта жазамыз. Себебі мен бақытты боламын, менің үйім болады, мен күйеуге тиемін, менің отбасым болады, менің көлігім болады деген болашақта меңзеп тұр. Яғни ғалымдардың айтуы бойынша боладыны қосып айтып жазған нәрселер солай болады деген қол жетпес арман болып болашақтың ентісінде қалады екен. Психологиялық мамандар бүгін күннен нағыз бақыттың дәмін дәл қазіргі сәттен сезініп, барынша мүмкіндіктерді пайдаланып, өмір сүру керектігін айтады. Өткен шақта өтті, жоқ. Болашақ ертең не болар белгісіз, сондықтан бүгіннен өмір сүріңіз. Одан кейін қиялымыздағы армандарды қағазға жазбасақ, жай ғана арман болып қалады. Бірте-бірте арманымыз алыстап кете береді. Ал арманын қағазға жазғаннан кейін ол мақсатқа айналады. Сіз қолыңыздағы қағазға жазғанда осылар маған керек деген миға тапсырма бердіңіз деп түсініңіз. Сен лайықтысың. Жалпы кез келгенің осы өмірдегі бар жақсылыққа лайықты. Өзін өзі бағалау дәптеріңізді мен лайықтымын деген жаттығымен толықтыруыңызға болады. Яғни өзіңізді неге лайықты санайсыз, солай жазыңыз. Мен алғаш америкалық тәлімгерден осындай тапсырма алғанда алғашында қиналдым. Кейіннен ішімнен ақтарылып шықты дейсіз. Бұл сөз адамға керемет күш-қуат, өзіне деген сенімділік береді екен. Әрине, менің айтқаныма көз жеткізу үшін төменгіде өзіңіз жасап көргеніңіз дұрыс. Мен бай болуға лайықтымын. Мен бақытты болуға лайықтымын. Мен ең жақсы адам деуге лайықтымын. Мен әдемі болуға лайықтымын. Мен сүйікті болуға лайықтымын. Мен ана болуға лайықтымын. Мен сый-құрметке лайықтымын. Мен күн сайын сыйлық алуға лайықтымын. Менің денім сау болуға лайықтымын. Мен қалағанның бәрін қол жеткізуге лайықтымын. Мен жетістікке қол жеткізуге лайықтымын. Мен керемет бақытты өмір сүруге лайықтымын. Менде осылай жазып отырып байқағаным, сол сәтте ішімде кәдімгідей керемет сезім пайда болды. Ал енді әрқайсының жеке-жеке оқығанда дауысым үсті-үстіне сенімді нық шыққанын байқадым. Сондағы бар құпия лайықпын сөзінің өз қаншалықты адамның құлағына, санасына жағымды екенінде. Бұл сөзді жай ғана нүктемен, үтірмен айту мүмкін емес, еш жараспайтын сияқты. Бұл сөз леп белгісімен айтылады. Ендеше сізде қалағаныңыздың бәріне лайықтысыз. Кешірім
өткеніңді өзгертпейді, бірақ болашаққа қарай жол бастайды. Мен жоғарыдағы өткеннің өзіңнен босату туралы жаттығумен жасап болған соң, ылғи мен барлығын кешірдім деп күндіз-түн айтып жүрдім. Содан 10 күнге жетпей, 8 наурыз күні түнгі сағат 2 шамасын терезем тоқылдайды. Қатты қорқып кеттім. Терезені ашып қарасам, 2 жыл бұрын қатты ренжіткен әрі досым, әрі бауырым келіп тұр. Сыртқа шықтым. Далада жапалақтап қар жауып тұр екен. Қар жауып тұр екен. Машинасына кірдім, таң қалдым. Мен алдыңғы өкпе ренішімді жазған қағазға осы досымды жазбаған дереу есіме түсті. Кек сақтап қатып қалған еш нәрсем жоқ. Ұзақ уақыт өте келе болған жағдайда бұл адамды ұмытып кеттім. Бірақ күн қатты ренжіп, ауыр сөздер айтқан едім. Дәл осы сәтте барлығын есіме түсіп, тіпті көзіме жас келді. Сестра, мен сені қатты ренжіттім. Кешір мен. Менікі мүлдем дұрыс емес деп мен кешірмедің ғой, сені ренжіткелі жолым болмай кетті. Кешірші, жұмыстан қазір шықтым. Жүрші гүл алып берейін деді, мейрамыңа деді. Содан таң қалып кешіргенімді айтып, бауырымды құшақтап, сондай бір керемет жеңілдеп қалдым. Мені кешіруге дайын кезде Құдай айдап жіберіп тұр ғой. Шын кешірімнің белгісі болар. Ол адамның қазір таңда туған бауырындай шын жанашырым. Өзімнің туғандарындай менің жағдайымды біліп, қай кезде де қасымнан табылады. Ойыма келгені, егер ол маған бұрындары кешірім сұрап келген болса ше, өзі алдыма келді, кешірім сұрады менен деп, танауымды көкке көтеріп өзімше болар медім, мүмкін, кім білсін. Алла барлығын уақытысын келгенде өзі реттейді екен. Мен кешіруге дайын кезде жалпы кешіру деген не екен түсінген сәтте кешірім сұрап келгені қандай ғажап. Кешірімге қатысты тағы бір әдіс. Кімге ренжіп едіңіз, кім сізді қатты ренжітті, барлығын есіңізге түсіріп, сол адамдардың тізімін жазыңыз. Енді астына реттік саны бойынша әрқайсысын жеке-жеке тоқтау. Не үшін ренжігеніңізді, қалай ренжігеніңізді толық жазыңыз. Содан кейін жасағандарыңыздың барлығы үшін мен сені кешірдім деп 3 рет тізімдегі барлық адамға тоқталып айтып шығыңыз. Ал егер уақыт өте сол адамның қайсы бірі есіңізге түсетін болса, мен сені кешіргенмін деп ойыңызды басқа жағында жұмысқа бұрыңыз. Кейде біреуге ашуың келіп, қаның қайнап, жының ұстап, тістеніп тұрасың ғой. Алдыңа келіп кешірім сұраған сайын бетіңе басып, ызаланып, кешірмеймін, мүмкін емес, кешіру керек еді маған сенің кешіргенін деп, бойыңда бір ызалықты сезім билеп, кешірім сұраған адамның жанын ауырттым дегендей өзіңше болып, шын мәнінде мұндайға өзіңіз жүрегіңіз ауырып жатады. Себебі кешіру деген сөзді естігенмен шындығында кешірудің не екенін біле бермейді екенбіз. Ал шын кесілген керісінше иығынан жүк түскендей бойында жеңілдік, рахат сезім билейді. Ой мен сөз. Қазіргі тұрған жерің бір кездегі өз ойың екен. Ендеше бүгінгі ойың болашағың. Содан кейін біреулер жұмысы жүрмей қалса, жолы болмай қалса, күнделікті тұрмыста кінәні біреуден іздейді. Дәл қазіргі жағдайдың барлығы өзгелерді кінәлайды. Басқаны кінәлау ешкімді ешқашан алға жетелемейді. Біреуді кінәлау бұл адамның әлсіздігін білдіреді. Біреуді кінәлау арқылы бар жауапкершіліктен құтылғысы келеді. Біреуді кінәласа немесе кінәлі адам тапса, жеңілдеп қалатын сияқты. Мысалы, маған келетін хаттардың көбісі отбасы жағдайында әйелі күйеуін, күйеуі әйелін немесе қайын жұртын, енесін кінәлап жатады. Мәселені шешуде емес, тек кінәні іздегенді жөн көреді. Және де кінәні тапса, беттеріне басып, айналып келіп бір әңгімені қазбылай бергеннен арыға бармайды. Мұндай әрекеттердің отбасына берер нәтижесі жалғыз ұрыс керіс. Ал бір күн ұрыс болған жерде 40 күн береке кетері сөзсіз. Егер де әркім кінәні өзінен іздеп, біреуді өзгерту де емес, өзгеріс өзінен бастау керектігін ойласа, жағдай мүлдем басқаша болар еді. Біз адамдарды өзіміз қалағандай жауап күтеміз. Ойымыздағыдай болмай жатса, ренжіп жатамыз. Осындай жағдай болмас үшін адамды қалай бар, солай қабылдап үйренуіміз керек. Біреуді өзіңіз қалағандай етіп өзгертудің қажет жоқ. Кез келген адам және жағдай өзіміз қалағандай болып өзгеру үшін
Ең бірінші өзіміз өзгеруіміз қажет екенін көбіміз де біле бермейміз. Осы тұста барлығымызға таныс бір жағдайды айтайын. Кейбіреулер соңғы ақшасын салып бір сауданы бастағанда тірлігі жүрмей барлығы артқа кеткендей былай айтады: мә, осылай болатын біліп едім, осы тірлікті бастағанда ойлап едім, сезіп едім, түк шықпайтын деп, немесе қыз бен жігіт айырылысып жатқанда біліп едім, осының алдап кететінін сезген едім, қай күн тастап кетер екен деп жүр едім. Болмаса әйел күйеуін алдап жүргенін біліп қойғанда, мен білгем, сен біреуің барын, мен сезгемін, бірақ сенбеп едім, көзім жетті деген сияқты өзінің дұрыстығын айтып жатады. Иә, дұрыс, басында-ақ барлығы осылай болатын білгемін дегеніңіз дұрыс. Неге? Себебі сіз ойыңызға сондай программаны енгізіп қойғансыз. Қандай да бір сауданы басталғанда ойбай бүйтіп қалмай ма, егер салған ақшам шықпай қалса ше, онда қайттым деген сияқты күдікті ойларды күн-түн ойлап, дәл солай тірліктің артқа кеткен денеңіз дірілдеп отырады. Елестетіп отырыңыз. Ешқашан сол салған кішкене ақшаңыз үлкен табыс әкелетініне сенген емессіз. Иә, рас, басында салғанда пайда көрем деп жоспарлап бастадыңыз, дегенмен шын мәнінде кері кету туралы көп ойладыңыз. Соңында мен біліп едім, осылай болатын деп жатамыз. Бұл рас қой. Ал енді қыз бен жігітте де тура солай. Көбіне қыздар мені алдап жүр, не бір керемет байдың қыздары, менен әдемі қыздар тұрғанда мені қайтсын, алдап кетсе ше, тастап кетсе ше деген сияқты жағымсыз ойды ойлайды. Өз-өзіне сенімді, санаулы ғана қыз бен жігіт басқалары ешқашан өздерінің жарқын бақытты болашағын елестетпек тұрмақ ойламаған. Қорқады ойлауға. Себебі біздің әсіресе қазақ қызының өзін-өзі бағалау өте төмен. Ерлі-зайыптылар ше, көптеген келіншектердің үйдің жұмысынан кейінгі басты қызметтері ол күйеуінің телефонын аңду. Оның біреуі бар екені анық. Себебі телефонды ылғи қалтасын салып жүреді деген сияқты шайтанның салған ойының жетегінде кетеді. Бұлар қайтеді, бірінші мүмкіндікті пайдаланып телефон хаттарды іздейді. Әркім іздегеннен табары, діттегеннен қол жеткізері сөзсіз. Ары қарай не болары бәрімізге белгілі. Мұндай ойды бізге ібілістің салары сөзсіз. Оған еш талас жоқ. Ол ойда бостан-босқа келген жоқ біздің басымызға. Мұндай жағымсыз қорқынышты ойлар адамның санасына теледидардан көру, әлеуметтік желілерде небір тағдырларды оқу, айналасындағы жақындарын күнделікті есту арқылы қалыптасады. Осындай күнделікті жан-жақтан естіп көрген ақпараттарды үздіксіз ойлау арқылы түпкі санаға жағымсыз күдікті ойлардан ақырындап кірпіш қалап жатқан адам өзі де байқамай қалады екен. Санасының бәрі сондай жағымсыз ойға уланған адамның әрекеті дұрыс болмайтын сөзі, яғни жоғарыдан ең төмен әрекеттерге барады, әсіресе әйел адамдар. Ал енді мұнда әрекеттер нені білдіреді? Ең бірінші адамның өзін-өзі бағалауын өте төмендігін, өзіне соншалықты сенімсіздігін, өзінің қаншалықты білімсіздігін көрсетеді. Кейбіреулер өмірде басын тауға да, тасқа да ұрғанда уақытында оқытпаған, дұрыс жұмысқа орналастырмаған, қалаған жасамаған ата-аналарды кінәлайды. Ата-ананың ең бірінші бізге өмір берді. Шамасы келгенше бізді бағып, қағып, жақсы көріп, өзінде барды берді. Оларды барынша жақсы көріңіз. Тіпті кейбір мамандар ата-ананы әр бала өзі таңдаған деп жатады. Мен бұл сөзді әзірге өзім терең ізденіп оқымадым. Мән-мағынасын түсінбегендіктен ол туралы жазбаймын. Мүмкін келешекте жазармын. Менің түсінгенім бір ғана нәрсе, менің ата-анам әлемдегі ең тамаша жандар. Міне, барлық адамда осы сезім болу керек. Жоқшылыққа тап болғанда баға көтерілсе, жоғары отырғандарды, үкіметті, әйтеуір біреуді кінәлағанда жақсы көретіндер бар. Тағы да айтамын, шын мәнінде өміріңізде барлық болып жатқан жағдай, ешқандай дағдарыс, ешқандай үкімет кінәлі емес. Дағдарыс сіздің ішіңізде, яғни тек қана өзіңіз және өзіңіздің бір кездегі ойларыңыз бен сөзіңіз ғана кінәлі. Өмірімізде болып жатқан барлығы, басымыздан өтіп жатқан оқиғаның барлығы біздің ішкі жан дүниеміздің болып жатқан нәрселер. Айналамыз деген сөздің түбін ақтарсақ, түбірі айна екен. Ендеше айналамыздағылардың бұл біздің ішкі жан дүниеміздің айнасы. Айнаға қарағанда өзіңіздің сыртқы қабілетіңізді көрсеңіз, ал айналаңызға қарағанда ішкі жан дүниеңізді көресіз.
Кейде анықтап қарасаңыз, өміріңізде болып жатқан оқиғаның барлығы таныс сияқты. Бұрын бастан кешкендей боласыз. Ол сіздің ойыңыздың нәтижесі. Боб Проктордың бір тамаша сөзі бар: нәтижесінде сіз өмірде өз қалағаныңыз емес, нені эмоциямен көп ойласыз, соған қол жеткізесіз. Осыған дәлел ретінде өз өмірімнен бір мысал айта кетейін. Мен мектепте оқып жүргенде қазақ тілі мен әдебиетті жақсы көрдім. Осы пәндерде қатысты мектепте барлық шараларға қатыстым. Барған жерден жүлделі оралатынмын. Газетке мақала жазатын. Мені барлық оқушылар болады деп күтетін. Арманым жазушы болу. Содан арман қуып Тараз қаласына келдім. Қанша жақсы оқысам да журфаққа түсе алмадым. Себебі менің елдердікіндей тіреуім жоқ, беретін ақшам жоқ, танысым жоқ, үйде жағдай жоқ, түсе алмаймын деп ойлағанда денем дірілдеп кетіп, түсе алмай қалсам қайтем. Егер масқара болмас үшін кез келген оқуға сырттай болсын түсуім керек деп күн-түн ойлайтым. Расында солай болды. Филфак емес, 3 ұйықтасам түсіме кірмеген Семей қаласында қаржыгер мамандығына түстім. Мен де ата-анамның іште кінәлайтын. Мені филфакқа түсіргенде бәрі басқаша болар еді. Арманыма қол жеткізе алмадым деп. Сөйтсем олай емес екен. Мен сол бала кезден бастап кейінгі өмірімде болған барлық жағдайда өміріме өзім тартыппын. Тек өзімнің ойлауым, елестеткен картинам, анық көруім, өз-өзіме іштей сөйлесуім, сезінуім, уайымдап қорқуым арқылы ғана барлығын өзім жасаппын. Бақытсыз махаббат мелодрама картинасын көріп, сезініп, образға кіріп алып, өз қолыммен жазып, ақырында менің махаббатым сол жазғанымдай сәтсіз аяқталған. Міне барлығы мен өзім тартыппын. Сізде де солай. Қазіргі отырған жеріңіз бір кездегі сіздің қиялдағы, ойлағандағы денеңізді дірілдеткен қорқыныштар. Сіз осы күйде қанша қаламасаңыз да, Боб Проктор айтқандай, бұрындары осындай күйді ойлағанда денеңіз дірілдеп, сол күйде түсуден қатты қорыққансыз. Бобтың айтқаны менің өмірімде келтірілген мысалдардың расында көз жеткізу үшін өз-өзіңізді алдамай бала күннен бастап қандай сөздерді жиі естіп, қандай сөзді жиі ойлаушы едіңіз. Есіңізге түсіріңіз. Қысқасын айтқанда, кешегі ойымыз біздің бүгінгі нәтижеміз. Мейлі ол отбасы жағдайымыз, мейлі кәсібіміз, мейлі елмен қарым-қатынасымыз тағы сол сияқты болсын. Дәл қазір жағдайымыз ол біздің бір кездегі денеміз дірілдетіп тұрып ойлаған ойларымыз екен. Бұл жерде барлығын дұрыс түсініңіз. Ешкімді кінәлаудың қажет жоқ. Ата-ананы да, сізді де, осыны жастып отырған мені де маған әсер еткен кітаптың авторы Луиза Хей Боб Проктор, яғни ешкім туа салып бұл құпияны білмеген. Сондықтан құпияның қыр-сырын біле салып, өмірде пайдаланып, бақытқа қол жеткізуге асығыңыз. Өзіңіз бақытқа қол жеткізіп, ұрпағыңызды да бақытты болуына қол ұшын беріңіз. Бақытқа қол жеткізудің барлық жолы тегін екен. Тек мынандай өте қарапайым қағида бар. Бұрын өзіңізде болмаған нәрселер болғанын қаласаң, бұрын өзің жасамағанды жаса. Немесе бұрын өзің болмаған адам бол, дейді Брайан Трейси. Осы сөз менің әрбір қадам жасауыма тікелей әсер етті. Осы сөзді жаттап алып, күніне бірнеше рет айтып жүріңіз. Сізге де жақсы әсер тигізері сөзсіз. Ақылды әйел. Өмірде жалғыз өзгерте алатын адамымыз бар, бұл өзіміз. Альберт Эйнштейн. Ал енді біреулер мен не істеу керектігін тізіп, аузымды көпіртіп отырғанда уақыт жоқ қой. Сен сияқты ерігіп жүр дейсің бе? Сен сияқты бос емеспін. Бала-шағам бар, балалармен алысып отырмын. Қалай жұмыс істейсің, күйеуім бар, қайдағы деп күйдіреді ғой. Рас айтам, күйдіреді. Неге дейсіз бе? Себебі оны айтып жатқан адамдар үй тірлігінен басқа айналысатын тірлік жоқ. Кейбіреулер тіпті не ішем, не жеймін демейді. Кешке дейін жұмысын, күйеуін аңду, кешке дейін жұмысы. Одан кейін түк уақыттары жоқ. Себебі теледидардағы бір сериалды жібермей көреді. Қайдағы бір тик-ток шоуларды қарап, ондай ток-шоу, сериал
дегендерді асыға сағына күтіп жүріп көреді. Ал қалғаны уақыттағы бірінші мүмкіндігін пайдаланып әлеуметтік желілерде отырады. Жоқ, олар отырмайды. Олар әлеуметтік желідегі гүлі десеңіз артық емес. Бұл нағыз жалға адамның сөз екен. Ал мен ерігіп жүріп үйдегі еркектің де әйелдің де жұмысын атқарамын. 3 баланы бағамын, білім аламын, білгенімді елмен бөлсем, өзімді тәрбиелеймін. Әйел адам өзімен жұмыс істесе, күйеуінің телефонын аңдып, ызыңдап миын жемес еді. Уақыты жоқ болар еді. Білімді, ақылды әйел еркекке қанат бітіріп отырады. Еркек түзден шаршап келгенде ақылды әйелдің жанарына қарабақ дем алатынын біліп, үйге қайтқанша асығар еді. Маған келетін хаттардың көбісінде үйде баламен жұмыссыз депрессияда отырмын, жынданатын болдым, күйеуім түк түсінбейді дейді. Мұндайлар үкіметтің жұмысына шыққанда бәрі жақсы болады дейсіз бе? Жоқ. Ол кезде кешке дейін жұмыста, үйде бала-шаға, шаршайсың. Өзіме қарайтын уақыт жоқ. Күйеуім түк түсінбейді дейтін болады. Неге бұлай? Мәселе күйеуіңіздің түсінбеуінде емес, мәселе сізде. Өзіңізге не керек екенін сіз өзіңіз білмейсіз. Өзіңізді өзіңіз түсінбейсіз. Сіз өзіңіз үшін қызық болмай кеткенсіз. Сондықтан қыз-келіншектер білім алыңыздар. Білім дегенге жоғары оқу орындарын ойламаңыз. Тіпті дипломым жоқ дегенді мүлдем ұмытыңыз. Менің білім деп айтатын өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі бағалауға, шағын бизнеске, отбасы мен бала тәрбиесіне қатысты кітаптар оқыңыз. ютубтан осы тақырыптағы сабақтарды, қолөнер туралы көріңіз. Сосын шет тілдерді үйреніңіз. Мұның барлығын ютубтан тегін табуға болады. Сондықтан мұндай білім алу үшін диплом алуға кететіндей ақша керек емес. Бірақ есесіне дипломнан да жоғары білімді боласыз. Осындай білімнің арқасында ойыңызды, сөзіңізді, өміріңізге деген көз қарасыңызды толығымен жақсы жаққа өзгертіп, өмірде өзіңізді тауып, шын бақытты сезінесіз. Есіме бір әңгіме түсіп отыр. Сіздерден бөлісуге жөн көрдім. Жоғары оқу орнында оқыған 2 дос жігіт топтағы бір қызға ғашық болыпты. Содан соң бір жігітті таңдап соған тұрмысқа шығыпты. 2 жігіттің достығы сол жерде аяқталыпты. Арада бірнеше жыл өтіпті. Ерлі-зайыптылардың өмірі тамаша екен. Күйеуі бір елдің президенті болыпты. Содан ерлі-зайыптылар бір күні кешке асқа мейрамханаға барыпты. Мейрамхананың сыр-сыртынан бір көлігі жанында тұрған ескі достарын көреді. Бір-бірін танып, амандасып жөн сұрасады. Әлгі достары ең үздік студент болғанына қарамастан, біреудің көлік жүргізушісі болып жұмыс істейтінін айтады. Содан ерлі-зайыптар ішке кіріп, дастархан басында әңгімелесіп отырады. Күйеу әйеліне қарап, көрдің бе? Сен егер ана жігітке күйеуге тигенде көлік жүргізушісі әйел болар едің дейді. Сонда әйелі, жоқ жаным, қателесесің. Егер мен оған күйеуге тигенде ол ел президенті болар еді дейді. Келіншегінің сөзіне ойланып қалған жігіт жеткен жетістігінің барлығы әуелі Алла, содан кейін үйдегі ақылды әйелінің арқасында екенін мойындапты. Мұндағы өзімізге алатын сабақ кез келген жетістікке жеткен еркектің артында мықты, ақылды әйел екенін ұмытпауымыз керек. Бір адамның жасаған екінші адам жасайды. Ол үшін тек білімді болу керек. Сондықтан көп оқыңыздар, өсіңіздер. Ер адам үшін жұмбақ кітап болыңыздар. Көп оқыған адам ең ақылды адам. Ақылды адамның әрекеті өте жүйелі болады. Ақылды адам майда шүйде маңызы жоқ, ақымақтың ісімен айналыспайды. Бірнеше тілді білу бұл құлыпқа бірнеше кілтінің болғанымен тең деп Дана Вольтер айтқандай жан-жақты болыңыздар, қыздар. Әйел адамның ер азаматына мен саған сенем деген сөзді жиі айту керек. Мұны естіген қыз кез келген еркектің намысын оятады, оған қанат бітеді. Жалпы осы сөзді мен өзіме сенем деп бірнеше рет дауыстап айтатын болсаңыз, өз-өзіңізге керемет сенім пайда болады. Әрекет жасау. Ұзақ уақыт әрекетсіздіктен артық адамдарды тоқырауға әкеліп соқтыратын еш нәрсе жоқ. Аристотель. Адам санасына қандай да бір ойды егін егіп, соған қарай белгілі бір әрекетте жасайды. Әркімнің өзінің миының жеткенін жасайды деген сөзді бәріміз білеміз. Енді осы сөздің төркінін қарастыратын болсақ, расында адам өзінің ойына биік әрекет жасай алмайды.
өзінің ойынан биік әрекет жасай алмайды. Қандай да бір жағымыз әрекеттер жасаса, ол адамның ойының сондай саяздығын білдіреді. Енді мұндай арзан әрекеттің төңірегінде емес, жаңадан туған жақсы ойларға қарай қалай әрекет жасауға болатындығы туралы әңгіме қозғайық. Егер естеріңізде болса, кез келген жүйелі маркетингтерде немесе бизнеске қатысты кітаптарда ылғи продуктивное действие, өнімді әрекет керек деп айтып жазып жатады. Мен өз басым бұл сөзді бұрындары тауды қопару деген мағынада түсінетін едім. Яғни менің қолымнан ондай керемет іс-әрекет келмейтін сияқты көрінетін. Кейін бұл сөзді жиі естігендіктен өз өмірімде тексеріп білу үшін іске кірістім. Ал енді өнімді әрекет дегеніміз не екен? Ол сөзден еш қорықпаңыздар. Мысалға, бұрын сіз өзіңіз туралы ылғи жағымсыз ойда болсаңыз, енді осы кітапты оқығаннан кейін өзіңізге қатысты ойыңызды, сөзіңізді мен әдемімін, мен сұлумын деген өзгерте бастаңыз. Осы кезде сіздің іс-әрекетіңіз қандай болу керек? Күнде бір мезгіл өзіңізге уақыт бөліп, жуынып, шайынып, бетіңізге табиғи, пайдалы әртүрлі крем жағып, маскалар жағып, бетіне күтімді бастауыңыз керек. Бетіңіз көбінесе біздің ішкі құрылысымыздың айнасы екенін жақсы білеміз. Сондықтан дұрыс тамақтануымыз керек. Ал егер де менің денім сау, менің денім күн сайын жақсаруда десеңіз, көбірек қимылдап, бір мезгіл жүріп, 5 минуттай жаттығу жасап, көбірек су ішіп, міндетті түрде дұрыс тамақтануымыз керек. Сонымен әрекет дегеніміз сөзіңіз бен ісіңізге сай болу керек. Яғни мен өзгеріп жатырмын деп таңертеңнен кешке дейін құр аффирмацияны айтқанда ешқандай әрекет болмаса, еш нәрсе өзгермейді. Аффирмация айтқанда отырып алып құр ауызбен аспандағы айға да барып қайтуға болады. Сондықтан әрекет жасаңыз. Кез келген жаңа нәрсені үйрену үшін немесе осылай өзіңмен жұмыс істеу үшін жүйе, система керек. Жүйе дегеніміз қандай да бір істі бастаған кезде істі аяғына дейін жеткізу үшін күн сайын соған қарай әрекет жасау. Мысалға, өзіңізбен жұмыс істеуді, өміріңізді өзгертуді қолға алуыңыз делік. Мұндайда сіз мен әдемімін, мен сұлумын, мен өзім жақсы көремін, мен жеңімпазбын деген сияқты аффирмацияларды аптасына бір рет немесе қолыңыз тигенде ғана айнаға қарап айтатын болсаңыз, қандай да бір нәтиже шығуы екіталай. Осылай есіңізде түскенде, ыңғай келгенде аптасына бір рет 1 сағат бойы өзіңізге уақыт бөлгенше күніне 5 минуттан болсын уақыт бөліңіз. Осылай жүйемен күн сайын 5 минуттан бастаған қадамыңыз уақыт өте қаншама жолда артта қалдырып үлкен жетістікке жеткізеді. Ескі әдеттен арылу. Адамдарды әрекеттеріне қарай екі құсқа теңеуге болады: үкілер және бозторғайлар. Үкілер түнгі сағат 2-де жатып, ертесіне түске дейін ұйықтайды. Ал бозторғайлар кешкі сағат 10-да жатып, таңертең сағат 6-да оянады екен. Верещагин. Сіздердің өміріңіз жақсы болу үшін өзіңізден басқа еш нәрсе жасай алмайтын және де әркімнің өмірі өз қолында екен туралы біраз айттық. Ендеше өміріміз жақсы болу үшін тағы да не істеуіміз керек? Ой ексең әрекет аласың, әрекет ексең әдет аласың, әдет ексең мінез құлық аласың, мінез құлық ексең тағдырыңды аласың дейді. Деген философиялық ұғым бар. Ол дегеніміз адам қандай да бір ойды санасына егу арқылы белгілі бір әрекет жасайтын болады. Ал сондай әрекетті үнемі жасау арқылы адамда әдет пайда болады. Осындай пайда болған әдеттен адамның мінез құлқы туады. Мінез құлық арқылы адам өз тағдырын жасайды. Ал тағдыр дегеніміз дәл қазіргі әркімнің жағдайы, қандай да болсын жеткен жетістігі. Болмаса осының барлығы керісінше қарап көрек. Адамның қазіргі жағдайына қарап, оның мінез құлқын білуге болады. Ал мінез құлқы арқылы оның әдеттерін байқауға болады. Әдеттеріне қарап отырып, оның әрекеттерін білуге болады. Ал енді әрекет арқылы оның ойын анықтауға болады. Осы жерде адамның бойындағы әдеттеріне тоқталайық. Бұл әдет әркімде әртүрлі болады. Сондықтан мен жалпы адам
бойында жиі кездесетін жаман әдеттер және оларды қалай жақсы әдетке ауыстыруға болатыны туралы жаттығумен бөлісейін. Бұрыннан келе жатқан жаман әдеттер: еріншектік, кешігіп жүру, көп ұйықтау, таңертең өте кеш тұру, төсекте иленіп жата беру, уәдені орындамау, кейінге қалдыра беру, көп сөйлеу, ақшасын оңды-солды шашу, тағы да басқа сияқты 21 ғасырдың дерті болған теледидар, сериал, ток-шоу көру, әлеуметтік желіде сағаттап отыру, түрлі құмар ойындар ойнау сияқты және тағы да басқа. Ал енді бұлардан қалай арыламыз? Өте оңай және тез деп бастаңыз. Осындай немесе осыған ұқсас өз бойыңызда қандай жаман әдеттеріңіз бар? Соның барлығын бір қағазға тізіп жазыңыз. Өз-өзіңізге шындығыңызды айтыңыз. Бұл әдеттерден дәл қазір арылмасаңыз, келешекте олар сізге өте қатты зиян тигізеді. Себебі сіздің бүгінгі отырған жеріңіз осы әдеттеріңіздің берген жемісі. Сондықтан барлық әдеттеріңізді 10 бола ма, 15 бола ма тізіп жазып, сізден басқа ешкім көріп отырған жоқ. Өмірде кез келген нәрсенің қарама-қарсы жағы барын айтқан болатынбыз. Тура сол сияқты осы жаман әдеттеріңде қарама-қарсы жақсы жағы бар. Ендеше екінші бір қағазға тізіп жазған жаман әдеттеріңіздің қарама-қарсы, яғни жақсы жағын жазыңыз. Сосын ескі әдеттеріңізді оқып, сол әдеттеріңіздің қандай да бір зияны тиген жерлері есіңізге түссе, өкпе ренішіңіз болса, дауыстап айтып, содан кейін мен барлық әдетімді өзгертуге шешім қабылдадым. Сондықтан сендерді өз өмірінен босатам. Мен сендерді оңай және тез жақсы әдетке ауыстырам. Ал енді сендерге менің өмірімде орын жоқ. Мен сендердің әрқайсыңа алғыс айтам. Өз өмірінен босатам. Рахмет сендерге деп сөйлеп отырып жыртып өртеп тастаңыз. Содан кейін мен барлығын өзгертем. Менің өзгерім бұл өзім үшін өте дұрыс шешім. Менің қолымнан барлық келеді. Мен мұны жасай алам. Мен дәл қазір өзімді жаңа әдеттермен қуантпақпын. Маған осындай дұрыс шешім қабылдау мүмкіндік берген Аллама рахмет деп бірнеше рет дауыстап айтыңыз. Ескерту: осындай әдемі, құлаққа жағымды сөздерді аффирмациялар ылғи дауыстап бірнеше рет айтуға тырысыңыз. Дауыстап бірнеше рет қайталап айтқанда сізде өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Көңіл күйіңіз көтеріледі. Содан кейін миға бұйрық бересіз және жоғарыға қарай үндеу жібересіз. Апам айтқандай, қасыңыздағы періштеңіз аумен деп қояды. Өзіңді жақсы көру. Өзің жақсы көрген адам шынайы махаббатқа алғашқы қадам жасайды. Ошы. Мен өткенімді өзімнен босату жаттығуын жасап болған сәттен бастап күніне бірнеше рет айнаға қарап үйдегі кішкентайымды еркелететін сөздерімді, жалпы жер бетінде қандай жақсы сөз бар, барлығын өзіме арнап дауыстап айтатын болдым. Мысалы, күн сайын таңертең айнаға қарап, жаным сол, кәмшатым менің, қайырлы таң, ақылдым менің, мен сені қатты жақсы көрем. Сен жер бетіндегі ең жақсы адамсың. Бүгін саған көптеген жақсы тосын сыйлар жасаймын. Бүгін біз үшін ең керемет күн. Сұлу менің, ақылдым менің, білімдім менің, еркем менің, тәттім менің, қасы да әдемі, көзі де әдемі, жақсы көремін сені деп міндетті түрде айтам. Біреулерге оқып отырғанда күлкілі болып көрінетін шығар, бірақ сонда да жасауға кеңес берем. Себебі осылай күнделікті айнаға қарап өзімен сөйлескелі бері өзіме деген махаббатым күн сайын арта түсті. Шынымен де ақылды әдемі екем. Мұны мен ғана емес, жан-жағымдылар да байқағандай, киіміме қатысты, өзіме, түріме, сөзіме қатысты айналамнан мақтаулар көп еститін болдым. Ешкім ойбай кәмшат өзін өзі жақсы көрді, үйреніп жатыр екен. Бізде оған жақсы сөйлейік деген өзгерген жоқ. Тіпті менің осылай білім алып жатқанымды басында ешкім білген емес. Мұндағы жалғыз құпия мен ғана өзіме деген көз қарасымды өзгерттім. Біз өзімізді жақсы көрмей, ешкім бізді жақсы көрмейді. Біз өзімізді бағаламай, ешкім бізді бағаламайды. Жетістіктің барлығы өзіңді жақсы көруден басталады. Бақыттың барлығы өзіңізді жақсы көруден басталады. Луиза Хей айнаға қарап өзіңмен сөйлесу туралы көп жазған. Бұрын айнаға қарағанда ылғи ұнамайтын жерімді ғана байқап, мұрынды тыжырайтушы едім.
бір мен ғана емес, көпшілігіміз айнаға қарағанда ылғи өзімізге көңіліміз толмай жатады. Жалпы айнаны тек боянып, тарану үшін ғана ойлап тапқандай қабылдаппын. Айнамен жаттығу жасау алғашында маған да оңай болған жоқ. Тек қайталау арқылы ғана барлығын үйренесіз. Айна мен үшін әр адамның өз сұлулығына тамсанып қарауға қарағанда ар жағында сұлу қызды, әдемі жүзін көріп, өмірге деген құлшынысын арттыру үшін керек. Айнаға қарап күлімдесең, ар жағында тәтті қыз да күлімдейді. Қабақ шытсаң, ол да қабақ шытады. Өмірде тура осындай айна сияқты. Өзің күлсең, саған да күліп қарайды. Өмір заңы өте қарапайым. Не берсең, соны аласың. Немесе басқа адамдардың өзіңе қалай жасағанын қалайсың, басқаларға сен солай жаса дейді. Еш нәрсе күтпе, ең бірінші өзің алғашқы қадам жаса. Барлығын өзіңнен баста. Бұл жерде қаржылай тақырыпты айтып тұрған жоқпын. Рухани жағыңызды қараңыз. Ешкімді кінәламай, барлығын кешіріп, өткен өміріңізді босатып, өзіңізді жақсы көріп өмір сүрсек, жүрегіміз мейірімділік пен махаббатқа толы болары сөзсіз. Дұрыс сөз сөйле, жақсы ой ойла, жақсы көр, махаббатыңды бер, қол ұшын сос, титтей болсын қуаныш сыйла, есесіне еш нәрсе күтпе. Рухани барыңмен бөлісуге тырыс. Бергеніңнің барлығын еселеп, өзіңе қайтып келері сөзсіз. Бұл заңдылық. Мұндай өзгерістер жақсы сөз сөйлеу, жақсы ойда болу, жақсы жасау, барыңмен бөлісу сияқтының барлығы да тегін. Әркім өзі ғана жасай алатын ғажайыптар. Тек таза ниет болса болған. Ең бастысы осы айтылған кеңестер бойынша алғашқы қадам жасаңыз. Сіздің қолыңыздан барлық келетініне сенемін. Мен өзімді қалай жақсы көре бастасам және қандай жағдайда тұрсам да тек жақсы сөз сөйлеп үйрендім. Алдымнан бүкіл сәттілік есігі ашыла бастады. Өмір сүру жеңілдей түсті. Өмірге деген құштарлығым да арта бастады. Өмірдегі небір таңғажайыптардың қыр-сыры ашыла бастады. Ең бастысы өзіме, өзгеге, өмірге, қоршаған ортаға деген махаббатым, сүйіспеншілігім арта берді. Айналамнан тек әдемілікті көремін. Жан-жағыма тек жақсы адамдар жиналуда. Мен үшін өмірде барлығын үстісіне жақсарып келеді. Себебі мен өзімді жақсы көре бастадым. Ақырында бойымды, сөзімді өзгерттім. Мен дұрыс әрекеттер жасадым. Енді осыларға дәлел ретінде өмірде болған тағы бір тамаша оқиғамен бөліскім келіп отыр. Жақсы сөз жарым ырыс. Кез келген жағдайда тап болғанда айтар сөзің болса үндем. Айтар жақсы сөзің болмаса үндеме. Сол 2014 жылдың көктемі. Үйде киім тігіп, тәтті нандар пісіріп, аз-маз нәпақамды тауып жүрген кезім. Кенет мен үшін, жалпы үйдегілердің барлығы мен үшін күтпеген оқыс оқиға болды. Анамнан кейінгі анама айналған туған әпкем көз алдымда қайтыс болды. Қазамның қайсысы болса да оңай емес. Бұл да бір ауыр қаза болды. Мен туған туыстарымда көрмегелі біраз уақыт өткен екен. Менің жағдайымды бірі білсе, бірі білмейтін шығар. Әпкемнің қазасына бәріміз бас қостық. Сол кезде менің байқағаным, көңіл айтып болғаннан кейін барлығы менен не тіршілік жасап жатырсың, немен айналысып жатырсың деген сұрақты ақылдасып алғандай бірінен кейін бірі қояды. Луиза Хидің кітабын қайта-қайта оқығанын пайдасы шығар. Мен сұрағым барлығына Қытайдан постель жіберді, соларды үйде отырып оптым сатып жатырмын деймін. Міне, осы сөзді сенсеңіздер 2014 жылдың жазында 3 ай бойы айтып шықтым. Себебі әпкемнің жерлеу рәсіміне 7-сі 40-ына келгендер, бұларға келе алмай арнайы үйіме келіп көңіл айтқандардың сұрағы менің тіршілік жасап жатқанында болды. Луиза Хидің қандай жағдай болса да, қазіргі күйіңізді тіпті қиын болып көрінсе де жақсы сөз сөйлеңдер, тек жақсы сөз айтып үйреніңдер дегені миымда шегеленіп қалса керек. Мен елдерге өзімді бейшара етіп көрсетуге тырысып, жағдайымды жаман емес дегенде Қытайдан постель жіберді, соны оптым, үйде отырып сатып отырмын дедім. Міне Қытаймен сауда жасамақ түгіл Қытайды ұмытқалы қай заман. Есіме түссе сағыныштан жылағым келетін. Айтпағым бұл емес, айтпағым жақсы сөз жарым ырыс. Көкесі алды екен. Содан жаз мезгілін соңғы айы бір күні отырып 10 жылға жуық ұстаған
кесел нөмірім есіме түсіп кетті. Мен ол нөмерді қызымның әкесі хабарласын, мазаламасын деп өшіріп тастаған едім. Дереу сол нөмерді тауып алып қостым. Қосқаным сол екен. Қытайдан қоңырау келіп тұр. Түсінбей тұтқаны көтерсем, сен қыз қайда жүрсің? Сен таба алмай жүрің. Жолы керек, саған ұсынатын бір жұмысым бар. Қайдасың? Тез келсек деді. Бұл менің бұрын Қытай мен Қазақстан арасында сауда жасағанда бірнеше жыл бірге жұмыс істескен жақсы, сенімді қытайлық танысым еді. Бұл кезде жақсы сөз жарымызды жұмыс істеп жатқанын түсініп тұрған мен жоқ. Басыма бірден қандай жұмыс болса да ақшам жоқ қой, оның үстіне баламен қайдағы жұмыс деген сияқты ойлар жан-жақтан қаптап кетті. Аға, мен қазір кішкентай баламен отырмын, ешқандай жұмыс жасай алмаймын, Қытайға бара алмаймын деп ат-тонымды ала қаштым. Ағам кездесейік деп қояр емес. Ешқайда баламен шыға алмайтынымды айтсам, мекен жайымды сұрап қоймады. Содан мекен жайымды алып бір аптадан кейін үйіме келді. Дастархан басында отырып өз ұсынысын айттым. Әпкемен жездем қайтыс болған, көрпе-төсекке қажетті заттарды шығаратын бір зауытпен келісім шартқа отырып үлкен қойма ашты. Соған Қазақстан зат сататын сенімді қыз керек. Мен сені айттым оларға. Жездем де сені жақсы таниды екен. Олар сенімен кездескісі келіп жатыр. Қашанға шақырайын, қашан кездесе аласың дейді. Менің басыма тағы бірден қайдағы сауда жасаған, өз күнімі зорға көріп отырмын. Ол үшін қыруар ақша керек деген сияқты ақшаның жоқтығын қатысты ойлар жан-жақтан қаптап кетті. Қазір мен баламен отырмын, сата алмаймын деп ұсыныстан бас тартып жатырмын. Ағам мен әпке жездемнің кездесуге көндірді. Әне-міне дегенше күз келді. Содан бір күні ағам жездесі екеуі ұсынысын айтты. Ешқандай ақша салмай-ақ қой, тек тауарды өткізсем болған, керек тауардың қажетінше жіберіп отыратынын айттым. Сондай-ақ тауарды бір талдап емес көтерме оптым саудаға ақшасын салатын болдым. Базарлардың біріне көтерме сауда жасайтын қойма ашып беретіндерін айттым. Тауарды біздің елде сататын болғандықтан затты маған таңдатты. Сонымен арада бір ай өткенде маған төсек жабдыққа қажетті барлық тауардың бір данасына үлгі келді. Мен болсам кімге сататынымды әлі білмеймін. Затты күтіп алған күні маған бір ой келді. Қазақстанда әр қаласында туған туыс, құда, жекжат, дос-жаран барлық тауардың суретін WhatsApp арқылы жіберіп, тауарды сатуларын ұсыныс жасау керек деген. Кәдімгідей тізім жасап, барлығын суреттерін жібердім. Тауар бәрін ұнады. Саудан басталып кетті. Тауарды күтіп алып жіберіп үлгерер емеспін. 2 бөлмелі үйім қоймаға айналды. Қалтамда ақшам бар. Тауарды өткізіп жатқан Қытайдағы ағаларым да риза. Өз жұмыстарынан бөлек күтпеген жерден саудагер болып пайда көріп жатқан туған туыстарым да риза. Бұл өзіне Алла берем десе терезеден береді деген сөзің растығы ма, әлде жақсы сөз жарым ырыс деген халықтың нақылының дәлелі ме, бәлкім жындының айтқан немес сандыра келе дейтін тәсілдің айғағы шығар. Қалай ойлайсыздар? Меніңше, қалай десеңіз де мәселе қалай айтылуында емес, мәселе осылай жақсы сөз сөйлесек қана жақсы болып, Алла бізге күтпеген жақсылықтарды беретініне сенуде. Беруші бір Алла ғана. Тек дұрыс нәрсе ойлап, дұрыс сөйлеуіміз керек деген. Аффирмацияның жалпы аузымыздан шыққан әрбір сөзін байқатпай алдымыздан шығатын тағы бір дәлелі шығар. Осы саудан басталға бір күн ойландым. Осыдан аз ғана уақыт бұрыннан күйім қалай еді. 3 жаңа сөзді естуім, Уизахидің кітабын жаяулатып іздегенім, кітап алуға ақшаның табылу, кітапты оқуым, барлығын кешірдім деп жүргенде ұмтылған адамның кешірім сұрап келуі, өзімді жақсы көруді үйрендім. Аффирмациям, аз ғана уақыттағы үйде жақсы өзгерістерім, көңіл күйімнің көтерілуі, киім тігіп, әр нәрсені пісіріп, ел-жұртпен араласып, ақша таба бастауым, арадағы әпкемнің өлін бәрін қойғанда Қытайдың постель келеді деген үйде отырып, көтерме оптым бағамен сатамын деп елге айтып жүргенде, дәл менің аузымнан шыққан сауда қытайлықтардың өздері дәнекер болып, мені іздеп келіп ұсыныс жасауы. Бір тиын ақша салғызбай, миллиондаған ақша бар сауда үйге мені өзі іздеп келді емес пе? Мұның барлығы әуелі Алла, одан кейін оқыған бір кітабымның арқасы. Уизахиді ғана кітабын оқып, айтылған жаттығуларын бәрін жасай бастағаннан кейін өмірінде осындай тамаша өзгерістер басталғанын байқап, келіп жатқан жақсылықтың бәрі тетте ғана алған білімнің арқасы екенін түсіндім.
қап-қараңғы болып түнерген өміріме сол кітап шамның жарығындай сәуле берді. Бұл шамды өшірмей ары қарай лапылдатуды ойлап ізденіп ютубтан осы тақырыпқа қатысты әртүрлі бейне-баяндарды көре бастадым. Менің құпиям кітаптан оқиын, біреулерден естиін, ақыл білім берген ұстаздарымнан естиін, кез келген өзіме ұнаған жаңалықтың қажетін ешқандай артық сұрақсыз күнделікті өмірде пайдалану арқылы тәжірибемен ғана сол айтқандардың барлығы рас екенін көз жеткізу болды.